мамыр айына дейін ақтөбе біз ең кем дегенде 90 миллион куб су жинауымыз керек. Сол кезде май айынан бастап егілетін егіске су әлі жетіп қалатын шығар. Біздің енді арманымыз, мақсатымыз суармалы егістің көлемін көбейтуіміз керек. Бұрын енді көп егілген, қызылша жерде егілген, басқа да сол жағын қарауымыз керек. Осындай жұмыстар енді қалғанын сіздер сұрақ қойған кезде, жауап берген кезінде толықтырамыз. Енді жаңағы келісім бойынша ауылда қанша минут керек? 5 минут керек. 5 минут? 5 минутте не айтасың енді? Түрістеген жоқсың. Бәрімен айтып қоймайсың айтасың. Жарайды, 10 минутке дейін уақыт береміз. Одан кейін сіздердің сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз келісім бойынша біз жауап береміз. Құрметті Бердібек Машбекұлы, қадірлі қонақтар, ауыл тұрғындары. Өткен жыл біздің ауыл үшін жемісті жыл болды деп айтуға толық мүмкіндік бар. Ауылымыздың әлеуметтік экономикалық дамуы және ауыл тұрғындарының әл-ауқатын арттыру үшін көптеген мәселелер шешімін тапты. Ол ауыл тұрғындарының бірлігі мен ынтымағының арқасы деп жүзеге асқан шаруалар дегім келеді. Есебінің негізгі статистикалық тезис аудандық талаптысына дәрежеде жарияланған болатын. Сондықтан 2021 жылы негізгі атқарылған жұмыстар мен 2022 жылы алда тұрған міндеттерге қысқаша тоқталуға рұқсат етілді. Елді мекенде 465 гектар жер бар, оның ішінде жайылымыз 3263 гектар. 2021 жылдың 8-ші қыркүйегінде аудан әкімінің 270 қаулысына сәйкес 2700 гектар жер маусымдық ортақ пайдаланудағы жер болып бекітілді. Сонымен қатар ауылдық округ маңындағы жайылым жерлерді тиімді пайдалану мақсатында 5 шаруа қожалықпен 8760 гектар жерге меморандум жасалды. 69 гектар егістік жер және 139 гектар жайылымдық жер, яғни барлық 295 гектар жер аудандық қосалқы жер қорына қайтарылды. Былтырғы жылы жоспарға сәйкес 509 гектар жер егістік толық игерілді. Биылғы жылы 610 гектар игеру жоспарлап отыр. Бүгінгі күнге шаруалар тарапынан қажетті тұқым мен тыңайтқыштар алуға келісімшарт жасалды. Сонымен қатар биылғы жылы Қордай ауданы Масаншы ауылында диқандар егіске өсірушілік танытуда. Біздің тарапымыздан ол кісілерге 100 гектар егістік жер ұсынып отырмыз. Күні кеше ғана келіп, жерін көріп, әртүрлі көкөністер егетін болып келісіп берді. Келіскенде келіп көшіп көреміз деді ме? Қалай ол? Жоқ, уақытша келіп егеміз деді. Кеше келіп, көріп, 5-6 гектардан көкөністің әртүрлін бірінші жылға егіп көрейік деді. Соны өздері ниетін білдіріп берді. Өткендегі алшақтардан айтқаны осыдан 2 жыл бұрын, осыдан бұлдандар келіп үстіліктен егіп айтылмайды ма? Қонуша. Егіс алқабына баратын негізгі тазаланып, жағасы арнайы техниканың көмегімен бекітілді. Ауыл тұрғындарының өтініштеріне сәйкес Атшабар көшесінің бойында дренаж жарықты асарлату арқылы тазаланды. Ауыл ішіндегі 3 апаттық ғимарат бұзылып, орын тегістелді. Жалғыз басты ана Қойшығар айбаны ауыл тұрғындарының үй іргесіндегі жерін суландыратын негізгі арықтың үйінің ауласынан өтетін бөлігін биіктетіп беру жерінде өтініш білдірген болады. Осы ауылда жергілікті кәсіпкерлердің демеушілігімен ауданда асарлату арқылы 60 метр арықтың жағасы биіктетіліп бетондалды. Ауыл тұрғындары тарапынан берілген өтініштер жер кезінде шешімін алды. Ауылдық округ бойынша жалпы мал басы санында өсім бар. Ендігі мәселе мал басын асылдандыру. Былтырғы жылы бізде 5 шаруа қожалық асылдандыру жұмысымен айналысса, биылғы жылы 7 шаруа қожалық мал басын асылдандыруда. Асыл тұқымды қошқар бұқа сатып алған үшін 7 шаруа қожалыққа 3 миллион 100 мың теңге, селекциялық асылдандыру жұмыстарына 6 миллион 190 теңге субсидия берілді. Ауыл шаруашылығы саласына негізгі капиталына тартылған инвестиция көлемі 50 миллион құрады. Биылғы жылда біз Бекен шаруа қожалығы 50 миллион теңгеге инвестиция тартып, жаңбырлар суғару технологиясын орнатамыз деген жоспарда бар. 2021 жылы бастау бизнес жобасы аясында 24 адам оқып, соның ішінде 11 ауыл тұрғыны 6,5 миллион теңге қайтарымсыз грант алды. Оның ішінде 9 азамат мал басын көбейтуге алса, 2 азаматымыз біреуі шаштараз құрал жабдықтарын алса, екіншісі кондитерлік пеш сатып алған болады.
Сонымен қатар 7 азамат мемлекеттік бағдарламаға қатысып 19,8 миллион теңге несие алды. Ауылдық округ бойынша көше жолдарының ұзындығы 25-те 2 шақырым және бөлініске сәйкес облыс аудандық маңызы бар жолдардың ұзындығы 45 шақырым құрайды. Осы көшелер мен автомобиль жолдарының бойында тазалық жұмыстарын жүргізу үшін аудандық бюджеттен 800 мың теңге, актив сырлау жұмыстарына 300 мың теңге, саябақтарды күтіп ұстау үшін 300 мың теңге қаражат қарастырылып отыр. Тазалық жұмыстары ауыл ішінде күнделікті, ал облыстық маңызы бар жолдарда айына 2 рет жүргізіліп тұрады. Сонымен қатар ауыл ішінде кездейсоқ күл-қоқыстар орны шығарылып, қоқыс полигонының айналасы тазартылды. Құрметті Бердібек Машбекұлы, сіздің бастамаңызбен жүзеге асқан жомарт түлек жобасы аясында біздің ауылда 91 жылы мектеп бітірген түлектеріміздің демеушілігімен 1,5 миллион теңгеге Алтынсарин мектебінің алды абаттандырылды. Сонымен қатар 2001 жылғы мектеп түлектерінің демеушілігімен есік алаңының орнына тәуелсіздік аллеясы салынды. Құны 7 миллион теңгеге. Сондай-ақ 2011 жылғы мектеп бітірген түлектеріміздің демеушілігімен түлектер аллеясы және стрит воркаут алаңшасы 3 миллион теңгеге салынды. Ал енді біз алдағы осы 22 жылға осы жомарт түлектер. Ал енді осы 22 жылы осы бағыттағы жұмыстарды жалғастырайын деп отырмыз. Қазір мектеп бітірген түлектер өздері келіп, ауылда қажетті дүниелер салайық деп келіп жатыр. Біз енді осы алдағы жоспарымыз балалар ойын алаңының аумағын кеңейтіп, жеміс талдар егу, сонымен қатар су бұршақ алаңымыз бар, соны абаттандыру жоспарлап отырмыз. Қанша түлектер сол төлеусіз сайтында тіркелген? 829 түлектер тіркелген. Сонымен қатар жергілікті кәсіпкерлердің демеушілігімен 150 миллион теңгеге жаңа мешіттің құрылысы басталған. Осы ағымдағы жылдың маусым айында пайдалануға берілетін болады. Сондай-ақ асарлы түркісі жобасы аясында ауыл тұрғындары мен жергілікті кәсіпкерлердің демеушілігімен бір отбасыға баспана берілді. Сонымен қатар ауылға біз 3 қандас отбасымызды көшіріп алып келген болатынбыз. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, оңалту орталығы ашылып, сол жерге 3 отбасын көшіріп алып келіп, коммуналдық меншіктегі біздің баласынан үйді беріп, тұрақты жұмыспен қамтамасыз етілді. Олар тұруға болады ма? Иә, тұруға болады. Өңірлер дамыту бағдарламасы бойынша 1,2 миллион теңгеге Шәкірт көшесінің бойындағы ауылда Тараз бағытынан кіреберіс жолдың екі жақ бетіне жасыл белдеу орны қоршалды. Сондай Қонаев Шәкірт көшелерінің көше жарықтары толығымен ауыстырылды. Ал енді 21 жылға атқарылған жұмыстарын осы алдағы 22 жылға жоспарланып, қысқаша тоқтала кетейін. 2022 жылға біз жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, 20 көше асфальтталды. Енді сол Ағотау көшесі бір көше қалған болатын, соны асфальттау және абаттандыру бойынша бізге жобалық сметалық құжат дайындап отырмыз. Соны 23,728 миллион. Сонымен қатар Ойық көшесі мен Аубес көшелері арасындағы жаяу жүргіншілер жолын жөндеу жобалық сметалық құжаттары дайын 5,458 мың теңге. Қонаев көшесі мен Еңбекерлер көшесі арасындағы жаяу жүргіншілер жолы. Бұның да жобалық сметалық құжаттары жасалынған, жоба құны 7,600,000 мың. Бұның ауылда тротуар бар ма? Ауданның орталық ауылда тротуар болған аға. Сонымен қатар Ағотау көшесінің асфальттағаннан кейін сонымен барлық көшелер асфальтталған болады ма? Бос тұрған ауылдан бұрын жарықтандыру ше? Жарықтандыру бізде қазір 6 көшеде жарықтандырылған. Оның 5 көшесі қаржы бөлініп, бір көше демеушілердің көмегімен жарықтандырылды. Биыл сізде олар бір көше ме? Әуезов көшесі жарықтандырылған ма? Ағотау көшесі. Сонымен қатар бос тұрған бұрынғы ауылдық кеңес ғимараты бар. Соған да біз жобалық сметалық құжат дайындап отырмыз. Сондай-ақ ауыл шаруашылық бөлімі отырған ғимараттың да шатырын ауыстыру жөнінде жобалық сметалық құжат дайындадық. Жобалық құны 14,826 мың теңге. Жалпы атқарылған жұмыстар мен алдағы міндеттерім қысқаша осы. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Ауылдың әкіміне жандосқа сұрақтарыңыз бар ма?
қазіргі таңда ауылда қанша жұмыссыздар тіркелген ресми? Бізде былтырғы жылы қазіргі кезде 10 жұмыссыз тіркеліп тұр. Былтырғы жылда білесіз 172 адам оңалту орталығына жұмыспен қамтылды. Соның ішінде 148 адам біз осы ауыл тұрғындары қамтылып отыр. 10 адам олар қалай денсаулықтары жоқ па, мүгедек па? Бұл 10 адам қайтарымсыз грант алу үшін жаңағы мынау 9,5 миллион грант алып оның нәтижесі бар ма? Нәтижесін 6,5 миллион теңгеге грант алды. Соның 9 азамат бұл мал басын көбейту мақсатында алып отыр. 2 азамат, біреуі шаш тараз құрал жабдықтарын алып, қазіргі кезде шаш тараз іске қосылып жұмыс жасауда. Тағы бір азаматшамыз ол кондитерлік пеш алған болатын. Ауылдың орталығындағы бір дүкенді жалға алып, кондитерлік өнімдер шығарып отыр. Жеңілдетілген несие алғандар бар ма? Жеңілдетілген бізде 7 азамат жеңілдетілген несие алды 19-да 8 миллион теңгеге. Оның басым көпшілігі жаңағы мал басын көбейтуге алды. Ауылда қанша аз қамтылған, болмаса көп балалы отбасылар бар? Бізде енді қолдауды қажет 11 отбасы бар. Сол 11 отбасының біз 7 адамды оңалту орталығына жұмысқа қамтыдық та, енді 4 адамы маусымдық жұмысқа тартылды. Сондай-ақ сол отбасының ішінен 2 азаматшамыз қазір қайтарымсыз грант алу үшін құжаттарын жинақтап өткізуде. Одан бөлек қайырымдық көмектер ауылдық округте жүйелі түрде өткізіліп тұрады. Жыл басынан бері 69 осындай қайырымдық көмектер жасалды. Ол отбасыларға әрдайым көмек беріліп отыр. Түсінікті. Ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу жөнінен ашылған мақсаттар бар ма? Бізде ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу бойынша 2 жобамыз дайын біздің қазіргі кезде. Біз осы ауданда Түркістан облысында тәжірибе алмастыру мақсатында жіберген болатынбыз 2 азаматымызды. Біреуі ет өңдеу бойынша қызығушылық танытып жобасын дайындады. Екінші азамат ол жылыжай соғылды. Бұрын жылыжай болған, сол аяқсыз қалған еді, сол жылыжайды ары қарай іске қосу үшін құжаттарын жинақтап, қазір несие алуға құжат рәсімдеп отыр. Осы қанша гектар жерге көкөніс егілді? Бізде жалпы егістік 853 гектар. Көкөніс қанша? 65 гектарға. Бірақ оларды өңдеу жоқ ешқандай. Етті де ешқандай өңдеу жоқ, сүтті де өңдеу жоқ. Ол енді тек қана сіздің ауылдың жалпы біздің ауылда қасиет бізде өте нашар. Етті де сүтті де өңдемейміз. Енді жоғалаудан ішінде жақсы жұмыс істеп соны бізге көбейту керек. Қалай ең үлкен мәселе ғой. Мал басы деген жеткілікті сауылатын сүтте аз емес. Оны тастау қанша көп пайда болады. Бас жақтан алып келгенше. Солай ма? Биылғы таңда грант алу қанша өтініш кетті? Бізде қазір 12 адам өтініш беріп отыр. Соның 5-еуі жастар 29-ға дейін. 2-еуі жаңағы өзім айтып кеткендей осы топтықта. Сіздер халыққа түсіндіріп айттыңыздар ма? Биыл гранттың қалай өзгергенін, көлемінің қанша болғанын, кімдерге берілетінін? Айттық, ол жөнінде осы кәсіпкерлік мақсатта жиын өткізілген. Соның бәрін түсіндіріп айту керек. Бұрынғы алынған гранттың көлемі 500 миллион беді? 580. Қазір 1 миллион қанша? 200? 1 миллион. Ол жетарқа. Әжептеу. Білеуіш адам біріксе, әжептеу кәсіба жоғы болады. Бірақ оның бәрі ала білмейді қазір. Негізінен жаңағы айтылған аз қамтылған, көп балалы, одан кейін жастар 29-ға дейін. Жастарға дұрыс. Олар өздерінің кәсібін ашын. Қазіргі таңда ең негізгі мәселе ауыл үшін қандай мәселе? Негізгі мәселе бізде кәсіпкерлікке басымдық беріп отыр. Жаңа айтып кеткендей жастарды кәсіпкерлікке баулу. 29-ға дейінгі 5 азамат дедім ғой жастар. Соның біреуі ауылдың кіреберісінен көлік желімдеу, көлік жөндеу, көлік жуу орталығын ашуға. Ауылдың кіреберісін деген өте дұрыс. Сіздердің енді ауылдарыңыздың үлкен жол өтеді ғой. Облыстың орталығын, 2 ауданның орталықтарын байланыстырып отыр. Егер мынау
Жаңатас менен Қаратаудың арасында жүретін болсақ, енді қатты айтып бермей жүрмін, ақша жоқ болады. Машина бұзылып бара жататын болса, бір су жоқ, бір тамақ жоқ, машина жер май құйатын жер жоқ. Соны бізге қанатпен ұйымдастыру керек алған. Сарысу ауданымен екеуі бірге отырып. Біз әр уақыт айтамыз ғой, мына оңтүстік Қазақстан, Түркістанда қалай жасап жатыр. Олардың бізден ешқандай ақысы жоқ қой. Мәселе деген жүріп жатыр. Ол енді көбеймесе қазір азаймайды. Олардың барлығы тамақ ішу керек, машиналарына май құю керек, жөндеу керек, басқа деген сияқты. Кәсіпкерлермен соңынан жұмыс істеу керек. Жаңағы Жомарт Түлекпенен істеп жатқан жұмыстарың дұрыс, асармен де, бірақ оны біз көбейтуіміз керек. Түлек сайтын ашқандағы мақсатымыз сол ғой, бекер емес. Түлектер менен мектептің оқушыларын, ауылдың тұрғындарының арасында қарым-қатынас жасап, олармен енді қалталы жұмыстар болатын болса, өздерінің туған жерлеріне көмектеседі. Сұрақтарыңыз жоқ болатын болса, онда мақсатқа отыр деп айтады ғой. Ойжан достар. Отырыңыз. Қандай қосатыңыз бар ма? Қандай сұрақтарыңыз бар? Айтыңыздар. Сұрақ жоқ па? Қалдың айтыңыздар, қандай сұрақтарыңыз бар? Арнайы келіп айтқаныңыз бар. Түсіндірмейді ғой. Айтыңыз. Құрметті Бердібек Мәшбекұлы, сізден Ақкөл ауылына келіп көріп жатсыз, бірақ осы уақытқа дейін, осы 10 жылға дейін Ақкөл ауыз судың зардабын тартқан ауыз су болмайды. Енді соңғы 10 жылда су ішіп жатыр, оған рахмет, Талас ауыз су. Бірақ енді таза су мекемесі жойылып жатыр деп естіп жатыр. Оның қаншалықты рас өтірігін. Егер де ол жойылса, біздің ауыз суды кім қамтамасыз етеді? Осы жөнінде айтып берсеңіз. шаруашылық жүргізу тұрғындар кәсіпорындарда жекеменшікке сату туралы ортаға беру туралы арнайы қаулы қабылданды. Сол қаулының негізінде сол біздің Талас Қазасу кәсіпорны сол тізім бекітілген. Сөйтіп былтырғы жылы бірнеше рет аукцион өтіп, ол кәсіпорын сатылуға қойылған болатын. Бірақ ол сатылған жоқ. Қазір ол өзіміздің балансымызда тұр. Кейіннен алдық деген кісілер өз еріктерінен бас тартты. Ол кісілер ол жаңағы біздің қоятын талаптарымыз кәсіпорын алғаннан кейінгі жасалатын жұмыс жөніндегі біздің болған талаптарымыз оларды алу болды, сондықтан өз еркімен бас тартты. Қазір ол біздің өзіміздің балансымызда тұр. Жалпы мынау сондай халыққа қызмет ететін кәсіпорындарды, мекемелерді жекешелендіру жөнінде өкіметтің арнайы қаулысы қабылданған болатын. Соған байланысты. Бірақ жаңа Қанатбек Қайшыбекұлы дұрыс айтты. Ол үш рет аукционға шығар. Егер онда ешкім алмаса, онда ол қайтып қалады. Жалпы қазір біз енді өкіметпен жұмыс істеп жатырмыз. Ол тек қана сіздердің ауылдарыңыз емес, тек қана су емес, басқа да жарыққа байланысты, жылуға байланысты бәрін таратып жүрген кімнен сұраймыз? Бұл біріншіден. Екіншіден жаңа аудан әкімі айтқан дұрыс. Бұл жерде сол сатушының не болмаса меншік иесінің өзінің сол сатып алған адамға талаптары бар. Ең негізгі талап сол өзінің бұрынғы жұмысын сақтап қалу. Яғни сіз бірақ қойғандай ауыз суменен елді қамтамасыз ету. Көбісі алаларды мүмкін басқа жаққа жүреді. Ондай болмау керек одан кейін. Сондықтан ол енді сіздер ешқандай уайымдамаңыздар. Ертең жаңағы суды әкеліп беретін ешқандай кәсіпорын не болмаса мекеме болмайды. Су біз енді ауыз сусыз қалуымыз болмайды. Оған біз енді жібермейміз. Өйткені белгілі ғой, түсінікті ғой ауыз судың адам үшін қандай бар екенін. Сондықтан бұл жерде ешқандай мәселе болмайды. Оның үстінде үш рет неше рет болды аукцион? Одан емес, өтті сонда емес. Тағы қандай сұрақ? Ауыл тұрғыны Амиров. Құрметті Бердібек Мәшбекұлы. Енді ауылға жаңағы айтып өттіңіз, оңалту орталықтары келіп, ауылдың тұрғындары істеп жатыр, шүкір Аллаға.
отбасына қаражат келіп жатыр. Енді сондай орталықтар болатын болса, жіберіңіз бізге. Бізде құрылыстар көп қой, үлкен. Екінші мәселе, рахмет сол атсалысқаныңызға. Екінші мәселе мынау жедел жәрдем мәшинесі бізде 15 жылдан асып кеткен. Мен өзім бір рет міндім. Бізде қазір мынандай мәселе, бір ауданның орталығына, болмаса облыстың орталығына ауырып баратын болсаңыз, сол жедел жәрдеммен апарады. Жеңіл машина апармайды. Бір рет міндігенде өзі ауырып баратын адам жаңағы ескі машинамен одан сайын үйдейді ғой ауруға. Осыған біз енді аудан әкімнің есебінде көп болды, бұл айтуымыз 5-6 жыл болды. Енді сізге құлақтарға сақ деп отырмыз, сол көмектесеміз сол жедел жәрдемде. Рахмет тыңдағаныңызға. Барлығын Ақкөлге көлуге болмайды. Барлық орталықтарыңыздан Ақкөлге көлуге болмайды. Басқаларда бар ғой енді. Сіздерден көріп, сіздердің көрші аудандарыңыз анау неден сауда кенті ғой дейміз. Ардағында бұрын больница болған ғой. Солардың ғимараттары бар. Соны да сұрап жатыр да. Сондықтан оны біз енді былай қараймыз, қайсының екенін. Жаңа ең басында айттым ғой енді. Не үшін осында келгенін. Біздің енді ең негізгі мақсатымыз осы жердегі тұрғындар жұмыс істеп өзінің отбасын асырау керек. Ал жаңағы жедел жәрдем көлік жөнінен, маған ол жөнінен Қанатбек айтты, оны шешеміз. Ол үлкен мәселе емес. Өйткені себебі жаңа енді айтқаныңыз дұрыс. Қараса жетемдігінше анау ауру адам қосымша ауру қосып алады. Мен келгеннен кейін облыстық денсаулық сақтау басқармасына тапсырма беремін. Жылдың аяғына дейін ол мәселені шешеміз, ол үлкен мәселе емес. Қандай сұрақтарыңыз бар? Бәріміз өзіміздің. Құрметті ауыл тұрғындары, мен Тәукебаев Жалғас, соның тұрғынымын, Талас ауданы құрметті азаматы, аудандық қоғамдық кеңестің мүшесімін. Мына сіздің келгеніңізді пайдаланып бір мәселені айтқым келеді. Мынау енді жағдай жақсарған сайын, жыл сайын ұсыныстар да болып жатыр. Өзі көп ұсыныс айтып жатырмыз. Сіз жылына 4-5 мәрте Ақкөлдің өзіне келіп жатсыз. Ол еңбегіңізді білеміз. Көп мәселе сондықтан да шешіліп жатқан шығар деп санаймыз. Оңалту орталығы бар, Ақкөлдің платинасының бекітілуі бар, енді көп шаруа бар. Мына ауыл әкімінің жұмысында қанағаттанып деп есептеймін. Өзі жолы жақсы жігіт болу керек. Келгелі мына көшенің бәрі асфальттанып, көп шаруалар істеліп жатыр. Газ тартылып ауылымызға кеп қалды. Мен бір мәселе мынау қазір енді мынау президентіміз айтып жатыр ғой, мына жаңа Қазақстан құрамыз, жаңарайық, ылғи бас шұғыл бергенменен 30 жыл бойы деп, сондықтан сол мәселе бойынша мен бір кеуілімдегі өкпем бар, ол сіздің командаңызға, өз басыңызға емес. Соны айтқым келеді. Мына ауылда жаңағы Ақкөлді ауылын Ақкөлдің көлінен бөліп қарауға болмайды. Осы көл кеше ауданның орталығы болған ел көшіп осындай неге ұшыраған кезде де қазір ел алып осы көлден балық аулайды, осы жерден жан сақтап отыр. Ауылдың ауа райы, одан төменгі жағымызда біздің мына 1500 гектардай суармалы жеріміз бар. Қазір енді 500-600 гектар ғана игеріп отырмыз. Оған енді былтырдан бері су құйылып, өзіңіз қатты тапсырма бердіңіз, енді ол еңбегіңізді айтуым керек. Жамбыл ауданына жаңағы соған кәдімгі басында тұрыңдар, мына Ақкөлге су жететін болсын деген, оның бәрін біз сол басында болдық. Мен сол жерден зейнетке шыққан адаммын, сол Ақкөлдің платинасының бастығы болып. Ал енді мынау ендігі мәселеміз, сол су өзіңіз білесіз, теріс Ащыбұлақтан төмен қарай тасталып, ол толғаннан кейін барып Билгөлге келеді, Билгөл толғаннан кейін Бөгеткөлге келеді, Бөгеткөлден толғаннан кейін барып Өткөлек деп Ақкөлге 4-ші мәрте келеді. Ол кей жылдар Ақкөлге келмей де қалады. Ақкөлдің 12 жыл, 10 жыл қорғап кеткен уақыттарда болған, 78-ден 90 жылдарға дейін. Оны осы отырған елдің бәрі біледі. Ал енді ол Ақкөлдің мына суармалы жерден бөлек есіктің алдындағы жеріміз бар. Одан бөлек Ащыкөл деген міне кәдімгі ана аралдағыдай тұз шөптің басының бәрі қырау шалады кәдімгі мына батыстан жел болғанда. Ондай мәселеміз бар. Одан бөлек төменгі жақта мына Қырым Көңге Безгегі деген егер су тасталмаса құтырып кетеді. Мынау Үшарал, Түгіскен, Сарпы ауданына ойаққа су тастаймыз экологиялық. Сондықтан ол ауылға өте қажетті. Ал енді соны су толтыру мәселесі жаңағыдай Өткөлек. Енді өзіңіз білетін Былтыр Сұлтан деген сыртынан айналатын канал бар, обводной. Соны біз 20 шақты жыл болды, басына бір сооружение салмай келатырмыз. Ол жерге бір двойник үлкен кәдімгі сооружение салыну керек. Ол қажет кезінде
ақылдасып отырып облыстың басшылары, судың басшылары енді Белкөлге 10 миллион тастайық, енді оны жаба тұрайық, Ақкөлге тастайық 50 миллион, енді Ақкөлге 7 адам мына 100 миллион болды, енді Белкөлге 5 миллион тастайық деген сияқты біреулеп жасап отыру керек. Біздікі қазір содан бері стихийне келе жатыр. Ол жылда сіздің тапсырмаңызбен былтырда мекканол колонна 500 мың теңгеге немесе миллион теңгеге қолды байлайды, оны анау шабындығы бар, ар жақта шаруа біреу ашып берсе, ол далаға кетеді, оны қайтадан байлаймыз дегенше Ақкөлге су келмейді. Былтырда сол сіздің жинатқан судан 50 миллион деген ол біздің шашасында қалады, мына табанында 45 миллион. Қазір 50 миллион су бар Ақкөлде. Ол бізге енді су көл толмайтынын білеміз. Ол толтыру мақсат емес, енді 150-120 миллион теңге миллион куб су жиналу керек. Берік Мәшбек өзіңіз айттыңыз ғой, 90-ға жеткіземіз деп. Бізге енді 120-150-ге дейін жылда су тұру керек. Ол одан бөлек жаңағыдай салынып жатқан заводтарыңызда осы жақтан су алуға дәметіп отыр, егер су болған жағдайда. Енді соған сол сооружениені телевизордан жаңалық көреміз. Мына ауыл ел бесігі деген бағдарлама бар, ауылды жаңғырту деген бар, ақша көп бөлініп жатыр, пәлен триллион дегеннен кейін соған осы мүмкін осындай кезде соны бір сооружение салғызу керек ау деген ниетпенен мен сіздің атыңызға ауылдың 8 қариясы, мінекей анау Дүйсебай қария бар, Бейсен аға бар, Бостан аға бар, Қанжан аға бар, мен бар. Осының 8 барлық ауданның құрметті азаматтары үлкен ардагер. Ең кішісі мен қайда. Соны сіздің атыңызға хат жаздық. Барлық мәселемізді көрсеттік. Соны сондай бағдарлама кіргізсеңіз деп өтінішімізді айттық. Енді жауап біліп тұрғаным, енді ол сіздің шаруаңыз көп, оны көрмедіңіз ау деймін. Оны сіздің аппаратыңыз ба, замыңыз ба неге жібереді? Ауыл шаруашылығы басқармасына жібереді. Одан Жиенқұлов деген алады да Жамбыл ауданының әкімінің орынбасарына жібереді. Жамбыл ауданының әкімінің орынбасары ана Казбатқожың біздің мына Хамит сияқты аудандық жаңағы бөлімшесіне жібереді. Иә. Олар айтады сонда лақтырады енді бір-біріне. Берік Мәшбекович. Сұмдық енді мынандай мен бюрократты көрген емеспін. Сөйтіп ол алады да қайттан кейін қарай ол мынандай екен, ол біздің Талас ауданына қарамай, Жамбыл ауданына қарайды, Белкөлдің жерінде, Тоғызтар ауылдық округінің. Сөйтеді да бізге қайттан жауабын салады, ананың бәрін жауабын салады, кәдімгі футбол жасады әбден. Мен екінші мәрте хат жаздым. Бұл өте үлкен мәселе. Мына енді ол елдің мәселесі. Бұл жеке шаруа емес. Біз жеке бір шаруамызды айтып сұрап тұрған жоқпыз. Сіздер мынандай елдің несімен үйтіп ойнамаңыздар, жаны ашымастық танытпаңыздар деп тұрып, кішкене өткірлеу жазып, сіздің атыңыздан қайттан салдым екінші мәрте. Ол хатты алады да енді табиғи ресурстар басқармасына лақтырады. Ол алады да қайттан да Жамбыл ауданына жібереді. Бәрін мен түсіндім. Мен осының бәрін Берік Мәшбеков. Енді мына қағазыңмен әкеліп, мынау 7 парақ. Біз осымен 4 ай болды, бір-бірімізге хат лақтырып жатырмыз. Өте мен осыған немін, кешегі анау еститін үкімет деген қайда, ашық әкімшілік деген қайда, кешегі тура осыдан 2 күн бұрын осындай жағдайды білгендей, президенттің өзі осындай жиналыс жасаңыздар деп жатыр ғой, ауылдарға барыңыздар, қабылдаңыздар деп жатыр. Сіз енді Ақкөлге аз келіп жатқан жоқсыз. Жалпы бірақ сіздің командаңызға мен өте өкпелімін, осыны бір жеріне жеткізіп, солар сөйтіп деп сізге есептеймін. Мына елдің мәселесі. Нағыз биография деген осы. Одан кейін оны команда жасалатын сіздердің жігіттеріңізден негізінен. Бұлардың мен енді бәрін зерттеймін. Сіздер білесіздер ғой. Мен енді мына су тапшылығын кішкене түсінемін. Содан кейін мен соның бір көздері табылса, соны істеп осыға жұмыс істейтін адаммын. Ақкөлмен де, Тасөткелмен де, өзіңіз айтқан Сұлтан каналын тазалағанда да мақсатымыз сол. Шынайсы мен мынаны білген жоқпын, бірінші естіп отырмын. Bir söz olsaydı, ben artık ең үшінші рет содан кейін мен анау хаттарды қадағалайтын деген бөлім басшысының өзіне барып тұрдым сіздің. Сөйтіп сол екеуміз отырып ол айтты, мынаны Нұржан Кәлендеровтің несі соған екі ауданның, Жамбыл ауданы, Талас ауданының әкімдерімен бірге отырып, мен соған тағы хат жаздым. Оған осы ауылдан 2 адамды кіргізіңді Исахмет екеуіңіздер. Оны да жаздым. Оған да хабарым бар сондай. Сондықтан жаңағы маған түсіндіріп айтып отыр. Қазір келгеннен кейін мен бұл жерде өзімді тапсырма беремін. Бізге мүмкіндігінше енді сіздер естіп жүрсіздер ғой, оқып жүрсіздер. Мен айтамын, мынау күзде, қыста, ерте көктемде дала келетін судың бәрін біз пайдалануымыз керек, жинап алуымыз керек. Тек қана су пайдаланғанда емес, көлдер бар, тоғандар бар, басқа бар деген сияқты. Бірақ енді өкінішке орай кейбірде осындай жағдайлар болып қалар, бүгін болмайтын. Сондықтан бұны әуелін зерттейміз. Жаңағы шынымен сіз айтқандай болатын болса, онда оны жасаймыз. Ол үлкен проблема емес. Жібердік қой жаңа 720 миллион Ақкөлге, 1 миллиард 300 ғой деймін, Тасөткелге, тағы басқа деген сияқты. Сондықтан
Bunu жасаймыз. Оның үстіне жаңа айтқаныңыз дұрыс. Біз енді кішкене түсінеміз ғой. Әрине, Ақкөлге суды көбірек жинау керек. Өзінің жаңағы несіне дейін, мүмкіндігіне дейін толығымен 200 миллион бола ма, 150 миллион куб су бола ма? Мен Ақкөлді кішкене зерттедім. Жаңа айтқаныңыз дұрыс. Ақкөл екіге бөлініп кеткен. Біреуі бұлай, біреуі бұлай. Одан кейін оның астыңдардың барлығы ғана балшық батпақ. Ол қазір біз енді 90 дейміз, шынымен 90-ның ертең жартысын ғана пайдаланамыз. Мен жаңа Қанатбек айтып отырғаным сол. Ауданның суға деген қадіріміз қанша? Керек жаңағы айтылған суармалы жерлерді пайдалану үшін. Содан қарап уже біз Ақкөлге суды жинауымыз керек. Сондықтан бұны келгеннен кейін зерттейміз. Жаңа мен бағана басында сөйлегенде айттым ғой. Біз қазір қараймыз, есептейміз қазір. Анау теріс Ащыбұлақтағы суды. Жаңа сіз айтқаныңыз дұрыс, бірінен кейін біріне деп, бірақ соның бәрін есептеу керек. Жаңа Бөгөткөлге қашан келеді, Белгөлге қашан келеді, Ақкөлге қашан келеді. Мақсат біреу. Мынау ертеңгі егіс басталғанға дейін Ақкөлді максимально толтыруымыз керек, болып соған жұмыс істеуіміз керек. Теріс Ащыбұлақта қараймыз қанша қалдыру керек екендігін. Сонша ғана қалдырамыз, қалған барлығын жаңағыдай жібереміз. Бөгөткөлді айттым ғой. Мен оған барғанда айттым, бұл настоящий диверсия случай. Анау көлге, анау хозяин, ол тек қана өзінің жеге басын қамын ойлайтын адам. Ол халықты ойламайды. Осы жерде қаншама халық тұратын. Анау осы Берман қарай келетін шлюз былай тұр. Шлюз былай тұр. Труба оған анау Бөгөткөлдің суы жеген дегенше, енгім дегенде бір жыл керек. Маған айтады, мен адамдарым айтады маған. Су онаған жеткеннен кейін бар, суда шамды мектепте барып көрдіңдер ме? Көрген жүріңдер көрген, көрсейсің, қалай екен. Анау тұр мынандай болды. Алдында алып тастаңдар шлюзді, қасынан арып қазыңдар, қолымен жіберсін деп. Ертеңіне барып арып қазады, анау жаңағы менің, ол өзіне алма, оның меншік емес, ол уақытша билік алған. Ана көлді балық одан бөліп барады, балықтар білмеймін қалай болып жатқан, қанша пайда тауып жатқан. Ол аналарды қуып жүреді, вот менің енді бюджетім болса, ертең милицияға барып қоямыз, болды сонымен. Уақытша неге берілген, ол мемлекеттің меншігінде. Ешкімнің әкесін тасып өткен көл емес қой. Келіп қастан арып қазір қазір келіп отыр. Ары қарай қараймыз, жаңағылардың барлығын. Ол жерде сұрақтар бар, бірақ сіздің айтқаныңыз дұрыс, біз есептейміз, бізге ол қанша қосымша су береді. Сол жағынан, бірақ қазіргі биылғы жылы мен енді сіздерге өте бере алмаймын, маған байланысты емес қой, мына жаққа байланысты. Ақкөлге жаңа сіз айтқандай 100-120 миллион куб жинаймыз деп, бірақ ең кем дегенде 90 миллион жинауымыз керек. Сондай тапсырма орынбасарға берілген, соны жасау керек. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Айтыңыз. Ақкөл ауылдық мәдениет үйінің меңгерушісі Талап Байжиянов. 2019 жылы Бердібек Мәшбекұлы алғашқы рет келіп осы жерде жиын өткіздіңіз. 2020 жылда жиын өткіздіңіз. Сол жиындарда осы халық болып сұрандық. Осында 81 жылы салынған мәдениет үйі де осының төбесінен су кетіп бір сәнсіз болып түрлі жағдайлар орын алды. Біз сізге мына бүкіл халық отыру жерде рахмет айтамыз.